Uyatın yoktu. Sen bana degende razışılığını da aytışın gerek. Gönötelin bir alkaşka tiyip alsan. Sonun bulgun balama tiyip alıptı bile. Anda alıp geldiniz. Azır alıp geldiniz. Giyim gecesini çoğulda alıp geldiniz. Bana yakın, bana çoğun alın çok. Ay. Hoşun doydu ay. Ay oba da. Öz başıma baleyini üyüp. Ay öz kolum menen alıp vermedim bile balamaçı bilesin de. Ay tümüleçi al git ay deydi ay. Oh. Ay Gülnurka. Balkim erte üylöndürüp koğum. Men жүрөгүм менен сезгем да. Ал деген үй бүлөлүк жашоого даяр эмес болчу. Шарипа, албетте даяр эмес. Биз акыл экөөбүз балдарыбызды кичинекейинен тикенекке отургузгандай бактык. А сенчи? Койчу айланай, сен 3 эркек балаң бар. Аны мен деген карганда тапкан көкүрөк күчүгүм. Ал менин жалгызым. Карганда тапкан көкүрөк күчүгүм да. Сен аны өзгөчө эркелетип, чаркайланып турасың. Шарипа, өзүң ойлоп көрчү. Кандай кылып тарбиялап салдың сен? Assalamu alaikum başına. Vay işilgeri olsun. Birge olsun. Assalamu alaikum Kaos Bayke. Aleyküm selam. Kaos Bayke. Muna Mirbek çıgatpı. Muna maga oyun көрсөтөм деген болчу да. Çıgatpı? Hazır andanım. Aytıp göre. Makul. Ay, azamattарым менин десе. Тамакмышты жүрүгүлө тамак ичебиз. Ay, azamattарым го менин, ey жаным десе. Ay, Kalız. Kandayсың кошуна? Rahmat жақсы. Жакшы турасыңбы? Ebi görüp atpaysın жалгыз эле. А senin балдарың азамат. Жардам берип атсın. Рахмат. Ay, балдар. Шарипа. Шарипа. Ay Шарипа. Ay emне айкырасың, акырын бала уктап атат. Мен айкырып атамын, сен өзүң бакырып атпайсың. Не бакырып атам, сен айкырып атасың. Өз айкыраттан мени бакыраттып койбой. Болгон настроением. Ал дардаке дагы эле уктап атабы. Ай. Мирбек. Тур Мирбек. Эй. Мирбек, уктай бересиңби, түшүп калды. Сен мага кече убада бербедиң беле? Отун жарышканга жардам берем деп. Жатасың сасып. Тур, эркин сурап атат. Качан чыгат деп. Ойго куйгун, ой, биз баланы уктатсам болбойбу, каникулдачы жок дегенде. Каникулдун жарымы бүттү. Бул уктайт, же түш көрөт. Кошунун балдары ата-энесине жардам берип атат. А сен жатасың кечке. Же телевизор көрөт, же уктайт. Болду чайланайын десе. Домболошкам менин. Ой. Домболошкам мен. Сага аябай даамдуу тамак жасап койдум. Тур. Тургула машыгабыз, тургула. Менин балдарым кичинекей чагында Бирбекке суктанышчу эле. Шарип эжем жакшы, балдарына жакшы мамиле кылат, жумуш жасатпайт деп. Балким бүт эле өспүрүмдөр бош жүргүсү келет го. Бирок биз андай кылган жокпуз, Шарипа. Биз аябай катуу кармадык. Оокатка тың болсун дедик. Албетте, анда-санда эркелетебиз. Жана биз ырдагандайчы. Делу время, апатеги час дегендей. Апе, эмне болду? Kızlar, orta olamızlar. Hazır. Elektrik bileti hazır. Hazır, orta olamızlar.
Өзі эле күйгізіп қойбайбы еркек болғандан кейін? Айтпа. Айланай, рас келбедің бе? Свет жоқ, ертеден қараңғыда отырамыз. Қачан күйеді екен? Чалып сұрадыңар ба? Қаяққа чалып? Лампочкасы күйіп кетті, ошоны алмаштырғанға кіші жоқ. Мирбек айтпайсың, алмаштырып қойма. Қараңғыда отырбай. Ай, кичинекей немени тоқтартып кетсем не болады? Мирбек! Ата. Оны көрдің бе? Алмаштырып қойбайсың ба? Мен сені үйретпедім бе? Апам ештеңе деп айтқан емес. Апам ештеңе деп айтқан емес. Өзіңді мейің іштебей. Барып ұқтай бер, үй сала бер. Атаң өз алмаштырады. Өз алмаштырмаса, мен мына өзім алмаштырам. Бара ғой. Ойнай бер компьютер. Мирбек, баспай. Алмаштыр. О, Азамат, Асел. Ay, imni olup ketdi ғой, құлай балам. Имне oldu, қолың сынып кетті ме? Имне отырасың, ай, скорыйға çalмайсың ба, балам? Тұршы. Ақылың орнында ғой. Қайдағы скор? Ай, балким түгіл, жараққа кеткендер, қарачы шыдамай атады. Азаматсың. Мына, еркек деген ұшындай болуш керек. Ұрған жоқ. Күчігім десе күчігім. Илематшы, жүрі, танып берейінші. Мақташ болды сен. Жүрі ғой, балам. Антей отыр, сөйті күйді. Шо болды ой? Жүрген планка аласыз. Планка? Ой, нет, ай, только не планка. Басай. Давай. Мирбек қаяқта шайды? Бұл не деген? Менен болып доды. Аның үстіне балам екеуі аябай ынақ екенімізді сен жақсы білесің. Шарипа, мұның тура емес. Асел менен жараштыр. Анын баласы бар, аялы бар. Апасымен жашамақ біләні. Ой, емне олмы ғой бұтым? Бұтым аны менен сөйлешкенге да кіші керек та. Қалысты білесің. Дүңкүй, ұн шықпайды. Сағал айтайын. Ақыр күндер аябайлы арақ ішіп қалды. Ештекі бен еш жоқ. Қой, мен анда кеттім де Мирбекті ашқа ош керек. Ай, сөйлеші тұрған кіші керек болса маға кел. Ай, оға бар. Ай, ұлыңды жүйер ай. Ай, оға. Сымна тамасыңды. Кел. Сен тақырқа батыр бол боғыл. Сен сенен тігілемең емес, түйің емес, между прочим. Сен дегенше, ақылдысың, азаматсың. Сен деген жоғырқы білімің бар да. Ал жөні тақыр ойланба, сарсана олма. Мама, мен қаватыр болған жоқ. Жаным десе. Чағай. Баса, ертең не тамақ сапырейін? Ертең лағман жейлеу, мама. Лағман болса лағман өсіп қалмен. Деп жай берем. Жей қой.
Öydü. Öydü. Aa. Саламатсызбы жеке? Ай, қандайсың? Жақсы. Бұл қайсы түгіл чотчу машинада отпаймын ба? Жаң алдың ба? Жайды уже 1 жылдай болып қалды ғой. Түгіл баяғы эле гамбургеріңді іштеп атасың ба? Жоқ. Азыр өзінше фирма ашқанбыз. Жақсы. Мирбек, қалыспай келер жүрші? Ооба, Құдайға шүгір жақсы. Жақсы. Салам айтарыңыз жеке. Сен де салам айтып қой. Сөзсіз. Бәрінесі жеке. Жақсы. Отырасың чырғап. Газды төлеп өпсің ғой. Өчірөбүз деп извещение келіптір. Менде ақша жоқ. Мен іштебеймін де. Жұмыштан айдап шығышқан. Айдап шығышқан? Сен айтпадың біле отпускаға шықтым деп. Енді кім төлейді газды? Балаң айтпайсың ба? İştesin, төлөсүн. Ылдый. 2, 7, 8. Nasıl ver? Eyvallah. Bas. Eyvallah. Hazır apa, hazır. Hey! Sen жұмыс іздеп атасың ба? Қаяқтан іздеп атасың? İnternetten izlеп отпаймын, апа. Жақсы жұмыс шықпай жатады. Мына мо жерде қарачы, толтыра жұмыс бар екен. Моны қара. Сатуучу, апа. Емне екен? Азыр бізге кичинекей акча болсо да керек болуп атпайбы. Бул газдычы кесип кетсем не кылабыз я? Бир айланайын, бир кичине ойлонсоң болбойбу. Карачы деди Гүлнурдун балдары. Иштегенге да үлгүрүп, эн атасына жардам бергенге да үлгүрүп атат. Сен отурасың о интернетти тиктеп. Апа, экономист бол деген өзүңүз. Мына могул жерде мен жакшы жумуш таппай атканыма дагы сиз күнөөлүүсүз. Эми мен жогорку билим менен жогорку жумушчу болоюнбу? Экөөңөр эле кергилечи бери көздөй. Чыгар келе. Балаң менен эркекче бир сүйлөшүп койсоң болбойбу? Же баары эле мага керекпи?
Сен мага баламды тарбиялаганга мүмкүнчүлүк бердиңби? А? Жок алтын. Эми сүйлөшпөйм. Өзүң сүйлөш. Кеч болуп калды. Азыр жазы күндөр жаңырат болот азыр. Апа, Ey bala. Kaçanqa çeyin oturasın oynap ya. Kaçan adam bolosun. Ayağın çalıp tura sen. Balanın repetitoruna akça gerek dep. репетитор? Repetitor. Balan emne kılıp atkan menen işin yok da ya. 2 aydan beri balana kabar aldın mı ya? Oy barıp koysan bolboy, jap gelmeysin mi biyaka? Degi senin. Emne degen atasın. Апа, мен үйлөнгүм келген эмес. Сиз мына мен неберени болгум келип атат деп менин үстүмдөн бүт баарын чечип койгонсуз. Апа, Ey, тамағыңыз аябай дайын болыптыр. Sen idi şuğanыңан секет болойын десе. Кудайыма шүгүр, şu силердей азаматтарды мага берип койгон да жаным. Құдайға да шүгүр ушу силерде ата-энеңиз бар экенине. Gülnur. Gülnur үйдөсүң bü? Ay, Şaripeciğim gel bak şöyle. Ay, iyi gel. Gir. Ay ne oldu? Sen жақсы білесің, Мен бүт өмірімді жанан балама бердім. Балан айтқан сөз ошо. Курбум, ушундай болуп калбаса экен деп коркчу элемей. Айтайын дейм, сен мени укпайсың. Ай, жок дегенде азыр кебиме кулак салып койчу эй. Такыр кеч болуп кал электе. Ай, Шарипа, бери карасаң, билем мен сени мыкты, жакшы аял экениңди. Оолуңду өзгөчө жакшы көрдүң сен. Бирок сен өзүңдү да унутуп, күйөөңдү да унутуп, ай болгон сүйүүңдүн баарын сен балаңа арнап салбадыңбы? Калыстын ичип жүргөнү. Сен ага көңүл бурбагандыктан чыккан жокпу я? Ай эсиңдеби? Кандай сүйчүлүңөр бири-бириңерди я? Уулду болдуң? Болду. Сен аябай өзгөрүп кеттиң, Шарипа. Ай уулуңа өзгөчө эле кареги менен тең айланып атып сен борпон кылып тарбиялап салдың ай. Ошондонбу билбейм, жоопкерчиликти билбей калды балаң. Ай, Шарипа, мен жакында бир сонун окуя уктум десең, баарыбызга тарбия боло турган жерде да. Ай, бүркүттөрчү балапандуу болоордун астында деген катуу чырпыктардан үй салат экен. Аны болсо канаттарынын арасындагы жумшак канатчаларын тумшуктары менен жулуп, жанагыны жылуулап, жумшактап төшөп чыгат экен. Анан балапан басып, балапандары чыгары менен ата-энеси деген бөпөлөп, тамак ашын ташып, сендей болуп, бүт шумдук кылып багат экен. Ай, анан бир күнү бүркүт деген канаты менен жана уясын каккылап
төшөп койгон жумшак канатчалардын баарын сапырып жерге чүрүп салат экен. Аны түшүнбөгөн балапандар ата энесинин мээрими жок, баягы алкымга салган тамак жок, ыңгайсыз уяда. Айласы кеткен балапандар курсак ачып, уядан учуп ылдый көздөй кулаганда, аны атасы кайра тосуп алып уяга алып келип, кайра уядан кулап отуруп, акыры учканды үйрөнөт экен. Эй, Шарипа, өмүр бою ата эненин мойнунда отура бербейт. Биз канчага чейин канатыбыздын астында калкалап келебиз ай. Мунун баары деген убактылуу. Уул кыз биз үчүн чоң бата. Бирок алар биздин канатыбызда канчага чейин калкалап жүрөт эле. Мунун баары убактылуу да. Айла жок. Кыз күйөөгө, уулубузга, келинге баш кошуп бирдене болот. Демек, алардын баары өзүнчө уя салыш керек да. Ой, апам келиңиз. Жакшы. Жакшы тураптар. Ой, ананай. Ишиктин суугун айтпай. Суукпай ой. Келиңиз. Неберем кайда? Акырынсаңыз апа уктап атат. Ушул малга чейинби? Ооба. Ай, эрте турускан үйрөтпөйсүң потом. Данилчик. Данил. Canım dese. Canım. Ay. Şu malga çeyin uktayсың, карачы түш болду. Sen күчтүүсүң, sen акылдуу боласың да. Эрте туруп, апаңа жардам бер, Жардам бересиңби? Ага жеңил болуш керек да алтыным десе. Данил. А сен оркем күйүп кеткен лампочкалардычы алмаштырганды билесиңби? Жок. А чоң атаң сага үйрөткөнүн каалайсың? Ооба. Canım dese. Ошентип айттыбы? Ошентип коет бакшым. Гүлнурка, мен балама жакшы тарбия бере албай калбадымбы? Эми неберемди Кудай буйрса бүркүт кылам. Ай, Шарипай, оң болбойсуң ай сен. Аны Мирбек менен Асел бүркүт кылсын ай. Ой, тамашалап элатам. Кеттик. Балдарды дагы туура сүйгөндү билиш керек экен. Энеталардын эң биринчи максаты бул балдарына өз алдынча жашоого туура жол көрсөтүп, жакшылап тарбиялаш керек экен.